Саламатсыздар ма оқушылар? 490 бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар. Информатика пәні, бөлім компьютер және қауіпсіздік бөлім бойынша жиынтық бағалау. Оқу мақсаты қауіпсіздік ережелерін бұзу салдары туралы талдау, сандық ақпараттың цифрлық тасымалдау құралдарын сипаттау, біреудің жұмысын көшіру, заңсыз туралы айту, құжаттарға арналған пароль орнату. Осы мақсатта БЖБ алынады, және де біз БЖБ-да кездесетін сұрақтарды алдын ала талқылап, дайындалып жүреміз. Мен сіздерге қазір БЖБ-да кездесетін сұрақтарды көрсетемін. Сіздер сол тапсырмаларға алдын ала өздеріңіз сұрақтарға жауап жазып, дайындалып жүріңіздер. Олай болса, бірінші тапсырмаға өтейін. Бірінші тапсырма: көзді шаршатпаудың жолдары қандай? Мәтіндегі бос орынды толтыр. Енді бірінші сұрақ: мониторға дейінгі ара қашықтық қанша сантиметрден кем болмау керек? Екінші сұрақ: компьютер алдындағы жұмыс қанша минуттан аспау керек? Көз, мойын, арқа үшін арнайы белгіленген не жиі жасау отыруымыз қажет? Экранның дәл қай жағына қарауымыз керек? Бірінші тапсырмада осы сұрақтар берілген. Екінші тапсырмада ақпараттық тасымалдаушылардың атауын жаз. Бұл ақпарат тасымалдағыштың аты қандай? Мынаның аты қандай? Осы үшеуінің атын бізге сұрап тұр. Біз оның астына, әрқайсының астына жауабын жазып шығамыз. Қандай ақпарат бірінші тұрған, екінші тұрған қандай құрылғы, үшінші тұрған қандай құрылғы деген сияқты үшеуінің де жеке-жеке аттарын жазып өтеміз. Үшінші тапсырмада авторлық құқық түрлерін жаз дейді. Бізде авторлық құқық екіге бөлінеді. Сол екеуі қандай екенін біз іздеп алдын ала дайын жүргеніміз дұрыс. Компьютерге төртінші тапсырма: компьютерлік вирустардың пайда болу белгілерін жаз дейді. Компьютерда вирус пайда болған кезде қандай белгілер пайда болады? Мысалы, компьютердің жай қимылдауы, баяу істеуі деген сияқты. Оны да кітаптан оқып дайындалсақ болады. Дайындалып жүріңіздер. Ақпаратты, деректерді қалай қорғауымыз керек деген тақырыпта компьютерді кездеседі кітапта. Олай болса, 5-ші сұраққа өтейін. Біздің БЖБ-да 5 сұрақтан келеді. Біз берілген антивирустың түрлерін атауын жаз дейді. Осы 3 антивирус берілген. Сол антивирустардың атауларын жаз деп тұр. Жақсы, БЖБ-да кездесетін сұрақтарды көрген болсақ, алдын ала өзіміз шешімін тауып, дайындалып жүрейік. Жақсы, сау болыңыздар.